Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз өте дәмді донат пончиктерін дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, қантты, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз да, жылы жерге бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген апарамыздың үстіне жұмыртқаны, қантты, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді басқа ыдысқа електен өткізілген ұнды, үстіне ванилинді салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ массамыздың үстіне жаңағы дайындалған сұйық массамызды құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Содан соң үстіне жұмсақ сары майды салып, жақсылап қасықтың көмегімен, сосын қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте әдемі біркелкі болып шығуы керек. Біздің қамырымыз өте әдемі, елгіш, эластичный болып шығады. Енді бұл қамырымызды қоятын ыдысымызды сұйық маймен кішкене майлап жібереміз де, бетін жауып, 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырымызды алып, орташа қалыңдықта әдемілеп жайып шығамыз да, сосын домалақ нәрсенің көмегімен кесіп шығамыз. Мен пиаланың көмегімен тестім, ал ортасын насатканың көмегімен кесіп шықтым. Енді пончиктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Енді пончиктерімізге шоколадный глазурь дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа шоколад пен сары майды салып, микротолқынды пеште ерітеміз. Сосын пончиктерімізді қалауымызша сәндейміз. Пончиктерімізді ең алдымен шоколадты глазурьге батырып аламыз да, мен үстіне ақ шоколад пен жолақтар сызып шықтым. Сосын сәндеуге жержаңғақ, түрлі посыпкаларды қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Бұл пончиктерді пеште пісіріп қана қоймай, майға да қуыруға болады. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Бұл пончиктерді сіздер міндетті түрде дайындап көру керексіздер, өйткені өте дәмді, күшті болып шығады. Сол үшін міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.